Кеше мына референдум кезінде дауыс берушілермен бірге Астанадағы бір сайлау учаскесінде бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың дауыс беруге келгенін көрсетті. Одан кейін ол журналистерге сұхбат бермей кетіп қалды. Мені танисыңдар ма деп сайлау учаскесінде отырған қыздарға удостоверениемді көрсетейін бе деп қалжыңдаған видеолар шықты. Енді Нұрсұлтан Назарбаевтың әлгі сөйлеген сөзінде былай деп айтқан екен: мен 7 жыл бұрын осы билікті, қызметті Қасым-Жомарт Тоқаевқа бердім. Ол біздің ісімізді жалғастырып жатыр деп сөйледі. Түріне қарағанда, сөзіне қарағанда ол кішкене қанағаттанған сияқты. Бұрынғы бір суреттерінде ол қанағаттанбай, ренжіп сөйтіп жүрген бір суреттерін көрсетті ғой. Бұның алдындағы бір сайлауда келіп өкпесі бар адам сияқты бір сөйтіп жүрген. Бұл жолы кішкене күлімсіреп сөйтіп жүрді. Бұл қуаныштың сыры мынада сияқты. Бұл қорқыныш мына қаңтар оқиғасына қатысы болды бұлардың. Бұның маңайындағы адамдардың көп қатысы болды, туыстарының көп қатысы болды. Бұл маған қарсы қылмыстық іс қозғала ма деп қорқумен болды. Енді 95-ші жылғы заң бұны жартылай қорғады. Оның заңның көп бөлігі қазір жұмыс істемей қалу қаупі туды да, ол осы жаңа конституцияның қабылдануына ықпал етіп, өзінің келешегін тағы да бір нығайтып қойды. Жаңағы бұрынғы президентке де, қызмет істеп жатқан президентке де ол отанын сатқан қылмыстан басқа қылмыс істеген істері болса, оларға қарсы азаматтық қылмыстық іс қозғалмайды деген бапта енгізілді конституцияға. Енді оған ешкім тиісе алмайды. Оны не істесе де жүре береді енді. Мен осыған қуанды болды. Бұл конституцияны қабылдап кеткеннен кейін енді бұл конституцияны жоққа шығарып, жаңа конституция қабылдағанша бұған ешкім тиісе алмайды. Өйткені ол сол заңға сүйенеді. Мен ол сол үшін қуанып отыр Нұрсұлтан Назарбаев. Енді тек қана бұрынғы президенттің ғана жағдайын жасап қойған жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаев ертең кеткеннен кейін өзінің артынан да бұның да істеген шаруаларының кейбір шикіліктері шығатын болса, өзі де жауап беріп, тергеуге шақырылмас үшін осы заңды қабылдатып жіберді. Енді алдыда тағы да президент сайлауы, алдыда парламент сайлауы болады. Осы сайлауларда біздің халқымыз сайлауда дауыс беріп, мына саяси болып жатқан оқиғалардың астарларын қарап, соларға үңіліп, келешек жайында қалай істесек дұрыс болады деген ойларменен сол саяси оқиғаларға қатысып отыру керек.